Ал құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Кеш жарық. Менің мынау қолдан жасап шыққан үшінші пешім. Ұзақ уақытқа жанатын. Қазір системаны полный қосып қойдық. От жанып тұр. 3 сағаттай болды жанып тұрғанына. Теплый полдың біреуін ашып қойған. Ысып тұр теплый пол ар жақтағы комната. Обычный кішкентай мотор қоя салдым. Мынау 55-те тұр, термостат айдап тұр қазір полный. Өйткені мына жерді 70-ке қойғам. Міне бер жағымен есептеледі. 70-ке қойған, сол 70-ті стап тұр қазір. Бұл жерде 90 градус. Бұл жақта көмір жанып жатыр. Қазір көрсету мүмкін емес екен мұны. Батарейканың бәрі жақсы ысып тұр. Астын бір көрсетейін. Енді мына жерде ремонт бітсе, үйдің осыны краскілеп тастаймыз. Сонымен болды жұмысымыз. Оған тағы да мына жақта жасалып жатқан жұмыстарды біткеннен кейін түсіретін болам. Қазір ламинат төселіп жатыр. Мен бұны неге көрсетіп жатырмын десеңіздер, қазір TikTok'та да әр жерде көбейіп кетті. Ауылдық жерде, газ жоқ жерде газ қосып атқан кісілер көп. Ол нәрсені қосып көргенбіз. Кезінде расходы өте көп болып кетеді. Қолдан қосқан баллонмен сжиженный газге газ қосып пеш жалғағандар. Енді жұмыс басты адамдарға мынау лучший менің советім. Осы стройка саласында, құрылыс саласында қанша уақыт жүріп, сондағы тәжірибеммен бөлісетін болсам, осындай ұзақ мерзімге жанатын пеш алсаңыздар, оның ішінде де түрі көп. Кәсіпке кірсеңіз 300 мыңнан басталады да кете береді. Бұл жерде айтпағым, мынау таза механика түрі, бункерный деп аталады. Мынаған көмір салып қоясыз, болды. Мына жақтың ішінде өз 3 оборот болады. Алдыңғы видеода салғам. Градусты мынау реттеп отырады. Осы 70-ке қойсаңыз 70, 60-қа қойсаңыз 60. Өзі 60-тан төмен түссе, мынаны өзі көтеріп ашып алады. Өзі ауа кіреді, содан қайтып қаттырақ жанады өзінің оты. Сондықтан менің советім ұзақ мерзімге жанатын ауылдық жерлерге өте ыңғайлы пеш. Енді бұл жерде лаж болса бөлек комната болған дұрыс. Бұны енді асығыспен бітіріп жатырық қазір. Ертең мына жақтан, мына жерден есіктің орны бар дейді. Осы жерден ашып, сыртқа комнатаға шығарам дейді келесі жылы. Сол кезде қайтадан шығаратын боламыз бұны. Пока биылша осылай тұрады. Мына жердің бәрі кафелденеді. Ертең біткесін көрсетемін, Құдай қаласа. Арнаға жазылып бөлісіп отырыңыздар, сұрақтарыңыз болса. Сәттілік тілеп қойыңыздар, ұнап жатса лайк басып қойыңыздар. Міне қазір бізде барлығы бітті. YouTube размерге түсіремін деп ұмытып кетіппін, сондықтан қысқарттым размерді.
Ал пешimiz осы краскіленді. Полный жұмыс барысы, жақсы жұмыс жасап тұр. Арнаға жазылып, сіркеліп отырыңыздар ағайындар.